Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз 13-ші жаттығуды орындаймыз. Оған дейін сіздер тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ал бастаймыз. Ал бірінші есепті шығарайық. Бүркітке әсер ететін күштерді бейнелеңдер дейді. Күштер бір-бірінен тең келеді деп тұжырымдауға бола ма дейді. Яғни мына жерде бүркітке бізде ең бірінші ауырлық күш әсер етеді. Ол бізде төменге қарай mg күш деген. Және де мына бүркіт адам ұстап тұр ғой, сол үшін бізде адам тарапынан, адамның қолының тарапынан тіректің реакция күші болады. Ол бізде төбеге қарай бағытталады. Бұлар модульдары тең болады, бірақ бағыттары әртүрлі. Енді былай жазсақ болады. N минус mg ол тең 0-ге. Сонда n ол бізде mg-ға тең. Яғни Ньютонның бірінші заңы бойынша. Екінші есеп шығарайық. Бізде жүктелген шаналар көлдегі мұз бетімен бірқалыпты қозғалады. Яғни бірқалыпты қозғалса, бұл бізде констант деген сөз. Массалары 0,2 тонна. Шаналардың мұзға үйкеліс коэффициенті 0,2 болғанда шаналарға горизонталь түзілген күштерді анықтаңдар дейді. Енді мына жерде бізде 0,2 тоннаны килограмм айналдырамыз. Яғни 1000-ға көбейтеміз. Сонда 200 килограмм шығады екен. Енді былай сызайық. Бірінші мынау бізде шана болатын болса, бұған әсер ететін күш. Бірінші ауырлық күші mg, екінші тірек күші, бұл бізде n болады. Енді одан кейінгі мына жаққа үйкеліс күші, F үйкеліс күші, яғни мына жаққа қарай жүріп жатыр десек, оңға қарай жүріп жатқан болатын болса, мына жақта бізде F тарту күші әсер етеді. Тарту күш. Енді осы күштерді бірінші OX өсіндегі күштерді жазып аламыз. Ол бізде OX пен мына бөлігі. Яғни бізде F үйкеліс және F тарту күші бар. F тарту күші азайтамыз, F үйкеліс күші, олар 0-ге тең болады. Енді OY өсі үшін жазатын болса, мынау ол бізде n минус mg тең болады 0-ге. Сонда n-іміз бізде mg-ға тең деген сөз. Енді мынау жерден біз есептейік F тартылыс күшін. Сонда F тартылыс күші, ол бізде тең болады F үйкеліс күшіне. Бізде F үйкеліс күшінің өзі ол μ n-ға тең болады екен. N-нің орнына біз mg-ді қоямыз, сонда μ mg. Енді F осы мәндерді орындарына қоятын болсақ, 0,2 көбейту 200, 0,2 көбейту 200 көбейту 10. Сонда басын есептегенде бізде 400 ньютон шығады екен. Жауабы осы. Үшінші есепті шығарамыз. Бізде үй алдындағы жазық алаңда терраса жөндеп жатқан ұста массасы 400 грамм кішкене бөрене вертикаль қабырғаға горизонталь бағытта 0,005 килоньютон күшпен тіреді. Егер бөрене құламайтын болса, үйкеліс коэффициентін табыңыз дейді. Енді бірінші біз халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Мына жерде граммды килограммға айналдырамыз. Бұл бізде 0,4 килограмм болады екен. 5 ньютонға тең болады екен. 5 ньютон. Енді бізде мына жерде горизонталь бірінші суретін салайық. Жазықтық болса, мына бізде бөрене. Енді осыған әсер ететін күш. Бірінші бізде мына жақта төменде mg күші әсер етеді. Жоғарыда үйкеліс күші әсер етеді. Үйкеліс күші. Енді мына жаққа қарай бізде m күші әсер етеді. Тірек күші. Мына жақта бізде F өзі берілген күші бізге әсер етеді. Енді осыған байланысты біз OX, OY өсіндегі күштерді жаза алайық. Бірінші OX өсіне жазайық. OX өсінде бізде мына жақта, бізде былай көрсетем, бұл X өсі, мына Y өсі. Енді X өсінде бізде F және N күштер жатыр. Сонда N азайту F бізде 0-ге тең деген сөз. Осы жерден N-нің өзі бізде F-ге тең болады. Енді OY өсінде бізде үйкеліс күші mg бар. Сонда үйкеліс күші F үйкеліс азайту mg тең болады 0-ге. Енді F үйкеліс осы үшін бізде mg-ға тең. Ал негізгі формуласы бізде үйкеліс күшінікі ол үйкеліс коэффициентін n-ға көбейткенге тең. Енді мына үйкеліс күшінің мынау бізге осы сурет арқылы жазылғанды мына жерге қоямыз. Сонда mg тең болады μ. Мынау n бізде мына жақта n f-ге тең болып тұр, f. Енді μ-ді табу үшін осы жерде біз mg-ді f-ге бөледі екенбіз. mg бізде массасы бізде 0,4-ден 0,4 көбейтеміз 10 бөлеміз 5-ге. Сонда 4-ті 5-ге бөлетін болсақ 0,8 шығады екен. Жауабы осы.
Ал енді үй жұмысын шығарайық. Бірінші есепте бізде Айман сутекпен толтырылған кішкене шардың байлаған жібінен ұстап тұр. Шарға әсер ететін күштерді бейнелеңдер дейді. Қандай жағдайда шар тыныштық күйде болады? Айман жіпті қолынан жіберген жағдайда не болады дейді. Біз бірінші шардың суретін салайық, иә. Так, мынау бізде шар болатын болсын. Мынау жібі, иә. Енді осы жерде бірінші жіптің керілу күші болады. Ол жоғары қарай бағытталады. F керілу күші, иә. Одан кейін бізде ауырлық күші болады. Ауырлық күші ол төменге қарай бағытталады. Ол бізде F ауырлық күші. Одан кейін жоғары қарай бағытталған. Жоғары қарай бізде F Архимед күші болады. Архимед күші. Енді осы күштерді жазайық. Бізде так, F Архимед күші қосу F ауырлық күші қосу F керілу күші. Осындысы бізде нөлге тең болады. Яғни нөлге тең болған үшін бұл V да нөлге тең болады деген үшін, яғни тыныштықта осындай болады екен формуласы. Ал егер де Айман шарды жіберетін болса, тіпті қолынан жіберген кезінде, онда бізде керілу күші нөлге тең болады. Яғни жіберген жағдайда F керілу нөлге тең болады екен. Яғни бұл жіберген жағдайдағысы. И ол кезінде егер де F A қосу F A бізде MA-ға тең болатын болса, ол бізде үдемелі қозғалады. Ал егер де F A қосу F A, яғни Архимед күші мен ауырлық күші қосындысы нөлге тең болатын болса, онда бір қалыпты қозғалады деген сөз. Бір қалыпты қозғалады. Екінші есеп шығарайық. Бізде массасы 50 грамм магнит мектеп тақтасына жабысып тұр. Магниттің төмен қарай бір қалыпты қозғалу үшін 1,5 ньютон күш жұмсалады. Магнитті тақта бетімен вертикаль жоғары қозғалту үшін қандай күш жұмсалады дейді. Енді бізде бірінші мына жерде граммды килограммға айналдырамыз. Ол бізде 0,05 килограмм қалады екен. Енді магниттің суретін салайық. Бізде мына тақта болатын болса, оған мынау магнит жабысып тұр, иә. Бірінші мына жақта бізде N тірек күші бар, және F магниттің тартылыс күші бар. Сонымен қатар бірінші жағдай үшін, бұл төменге қарай бір қалыпты қозғалуы. Яғни бізде мына жақта mg күш бар, сосын F1 күш бар. F1 күш. Бұл да төменге қарай F1 күш. И мына жақта бізде F2 күші бар. F2 күші. Өйткені бірінші жағдайда төменге қарай сырғып жатыр деген жағдайда. Сол үшін мынау екеуі күші бізде төбеге қарай болады. Бұл бірінші жағдайымыз үшін. Бірінші жағдай. Енді екінші жағдайда былай тақтан сызамыз. N күш бар, мына жерде тірек күші тақтаның. Одан кейін мына жақта F тартылыс күші бар. Тартылыс күші магниттің. Енді одан кейін мына жақта mg күш бар. Және төбеге қарай F2 күш бар. Өйткені біз екінші жағдайда оны жоғары деп тұр, жоғары көтеру күшін деп тұр. Сол үшін бізде F2 жоғары қарай болады. И екеуліс күші бізде төменге қарай бағытталатын болады. F2 күші. Енді осы бұл екінші жағдай үшін. Енді осы екі жағдай үшін OY көсінің несін жасайық, күштерін жасайық. Бірінші жағдайда, яғни мынада OY көсінде бізде F2 күші, mg және F1 күш бар. Яғни F2 күші азайтамыз mg, азайтамыз F1, ол бізде тең нөлге, өйткені бір қалыпты қозғалып тұр. Сол үшін нөлге теңестіріп аламыз. Мыналарды азайтамыз, өйткені олардың бағыттары әртүрлі. F2 күшінің мына екеуіне бағыты әртүрлі болады. Осы жерден F2 күшін тапсақ, екеуліс күші ол бізде F1 қосу mg-ға тең екен. Осыны қошап қоямыз. Қазір формулада да қолданамыз. Бұл бірінші күш, бірінші формула. Енді екінші мына сурет үшін жазайық. Бұл жерде F2 азайту mg, азайту F2 тең нөлге. Енді осы жерден F2-ні табамыз. Ол бізде F2 қосу mg-ға тең екен. Енді мынау екеуліс күшін мына жаққа келіп қоямыз. Сонда бізде F2 тең болады F1 қосу mg қосу mg дейді. Сонда F1 қосу 2 mg-ға тең екен. Енді осыны формуланы мәндерін орнына қояйық.
сонда қалады екен F2 тең F1-іміз бізде 1,5 ньютон, қосамыз 2 көбейту 0,05 килограмм көбейту 10, сонда 2,5 ньютон қалады екен. Жауабы осы.